Республикалық референдумға санаулы күн қалды. 5 маусымда елдің басты құжаты Конституция тарихи тезге түседі. Ата заңға енгізілетін өзгерістерді қолдайсыз ба, жоқ па? Осы бір ғана сауал елдің болашағын, жаңа бақытын айқындамақ. Әр қазақстандық өзінің азаматтық ұстанымын, таңдауын көрсетуге қаншалықты дайын? Референдумның мән-маңызын халық қаншалықты ұғынды? Бүгін терезеде осы тақырыпты талдап талқылаймыз, армысыздар. Бүгінгі біздің спикерлеріміз Мақсат Жақау, белгілі саясаттанушы. Сәлеметсіз бе? Мені көріп естіп отырсыз ба? Саламатсыз ба? Көріп тұрмын. Және Зағипа Иманғазиева, дәстүрлі әнші, термеші. Эфирге қосылғандарыңызға қуаныштымын. Армысыздар, қазақ елі. Сәлеметсіздер ме? Көп рахмет. Зағипа ханым, сіз тек дәстүрлі өнер адамы ғана емес, саяси көзқарасыңызда ашық жазып жүрген қоғам белсенді ретінде қазір танылып жүрсіз. Референдумға салынып отырған Конституцияға қазақ халқы, қазақ ұлты, қазақ жері, мемлекеті деген сөздерді қайта кіргізу керек деген пікір айттыңыз. Осы ойыңызды біздің көрермендер үшін тарқатып кетіңізші. Енді әрине жалпы бұл жаңағы референдумға керекті бізге, не керек бізге? Қазір біз тәуелсіздік алған тәуелсіз мемлекетпіз. Сондықтан да біз тәуелсіздігіміздің тұғырын биік қылу үшін, мынау фундамент дейді ғой, соның фундаментін дұрыс қалану үшін қазір осы референдумнан біз құр қалып кетпеуіміз керек. Осы референдумға 1993 жылы Конституцияда бұл сөздер бар болатын негізі. Қазақ ұлты, қазақ халқы, қазақ жері, қазақ мемлекет деген сөздерді. Бірақ 1995 жылы Конституцияда бұны халыққа айтпай, жасырын түрде енді ол алынып тасталған дүние болып тұр ғой, енді бізге ең құнды дүниеміз алып тастап тұр. Соған енді сол уақытта референдум арқылы осы мүмкіншілікті жіберіп алмай, осы қазақ халқы, қазақ елі, қазақ ұлты, қазақ жері, қазақ мемлекет деген сөздерді енгізсек деген менің ұсынысым бар, пікірім бар осы. Енді жалпы бұрын бізге ақталды 50% жаңағы билік айтты, қазақтардың саны республикада 50%, бірақ 50%-дан асқан соң бұл Конституцияны өзгертеміз деп. Бірақ дегенмен де бүгін 2022 жылы қазақтың саны 70%-дан асты деп есептейміз қазір. Енді 70%-дан асқаннан кейін міндетті түрде, сондықтан да Конституция реформасына міндетті түрде қазақ халқы, қазақ ұлты, қазақ жері, қазақ мемлекеті деген сөздерді міндетті түрде кіргізу керек деп есептеймін. Сонда ғана халық Конституция реформасын қолдайды деп есептеймін. Түсінікті. Қазір әлеуметтік желілерде Конституцияның 7-ші бабы 2-ші тармағына қатысты өте қызу пікірлер жазылып жатыр. Мақсат мырза, сіз өзіңіз тіл мәселесін ата заңмен байланыстырмау керек деп жаздыңыз. Осы ойыңызды ары қарай тарқатып айтсаңыз. Енді бұл жерде айтқаным тілді жалғыз мен емес, филолог ғалымдар, мамандар да көп жағдайда негізі организм ретінде қабылдауымыз керек та тілді. Себебі бұл тіл қажеттілік туындаған ортада ғана өркендейді. Біз қазақ жұрты өз жерімізде отырып, өз қотырымызды қасудың орнына әйтеуір бір осы тіл мәселесінде біреуді кінәлап, біреудің кесірінен көріп, және оны бір заңмен шектеп бір ұшпаққа шығаратындай бір көзқарас болады. Меніңше мынау әлемдік тәжірибеде, мысалы финдар болсын, скандинавиялық елдер болсын, осы тілдерін заңмен шектемей-ақ, тілдерін заңмен анықтамай-ақ, керемет гүлденіп, дамып жатыр. Елдің алдында жүр да, мысалы алдыңғы 10-лықта, 20-лықта жүр. Ешқандай тілінен де айырылып жатқан жоқ, ділінен де айырылып жатқан жоқ. Қайта басқа елдерге тәжірибе болатындай, үлгі болатындай мемлекеттердің қатарында жүр да. Сондықтан меніңше мына титулды ұлттың тілін жалпы құндылықтарымен қосқан кезде, жалпы идеологиялық ақпараттық танымдық жолмен анықтаған кезде, өнермен анықтаған кезде, осы насихаттық бағыты, ақпараттық саясат бағыты, жалпы оның беделін көтеру жолдарын
оның кеңістігін дұрыс қолдану жолдарын, жалпы сыртқы ақпараттық көздерге шектеу қою арқылы дамыту жолдарын толық қарастыруда біз әлі де болса әлсіздік танытып келе жатырмыз. Мысалы, Петропавл мен Павлодарда қанша қазақ балабақшасы бар? Бірінші сұрағым да. Екінші сұрағым, отандық бақ пен әлеуметтік желіде қанша ресейлік, яғни орыс тілінің контенті бар? Міне осыдан кейін біз тіл мәселесін тек ата заңынан көрудің қажеті жоқ. Өйткені ортаның өзіміз қажеттілігін жасай алмай, өзіміз сол проблеманы тудырып алып отырып, соны шеше алмай отырғандықтан тек заңмен шектеп шешеміз деген бұл меніңше әлемдік практикаға қарағанның өзінде де бұл үлкен қателіктен бір, бұл тілді бір саяси құрал ретінде қолданатын топтарды мен түсінбеймін, шын айтқан кезде. Әрбір сайлаудың алдында болсын, қандай бір саяси науқанның алдында болсын, өткен тілдің негізгі бұл саяси үлкен бір мүмкіндігі бұл қарапайым ортада дұрыс қолданудан басталады. Біз егер саяси үлкен мінберлерден бастап, қарапайым тұрмыстық дүниеге дейін, ата-аналар ретінде, басқа ретінде дұрыс пайдалансақ, 10 жерден біз Конституция тайға таңба басқандай бекітіп қойсақ та, шектеп тастасақ та ресми тілдерді, біз бәрібір ол мәселені шеше алмаймыз. Бәрібір біз мысалы қазақтың санын Петропавлда, Павлодарда көбейте алмаймыз онысымен. Қазақ балабақшалары онысымен көбейіп кетпейді. Онысымен біз Ресейдің, орыстың контентін, бақ құралдарының мысалы басымдылығын 70% басымда Қазақстанда. Біз оның бәрін жоя алмаймыз. Кезінде ақырында мысалы 50%-ық шектеп жасадық қой бұқаралық бақ құралдарында. 50% мемлекет тілде, 50% орыс тілінде деген сияқты. Міне осы механизмдерді жаймен күшейте беру керек. Осы механизмдерді отбасында да, қоғамда да, саясатта да күшейте беру керек. Сондықтан ол тек заңмен шектелетін дүние емес. Қайта оны біз заңмен мүйіз сұрайын деп құлақтан айырдық дейді ғой. Біз ата заңда көрсетемін деп отырсақ, мысалы, бұл дүниені Ресейдің мысалы талай үлкен мінберлерінде, үлкен кеңестерінде арнайы осы бағытта олар бізге үлкен алаңдаушылықпен көрсетіп отыр. Бұл геосаяси мәселе керек десеңіз. Украинадағы жағдай мысалы барлық тілден басталды. Сондықтан біз осының барлығын ескере отырып, дұрыс таразылап отырып, ақырында қимылдауымыз керек. Ол жай тіл деген ойыншық дүние емес, ол организм дегенінде сол. Тілді мысалы ағылшын тілінде үйренемін десеңіз, сіз Англияға барып, ақш-қа барып, мысалы Еуропаға барып, ортаға түскен кезде сіз ағылшын тілін оңай үйреніп кетесіз. Ал Қазақстанға келіп, ортаға түскен сырт шетелдік, ол қазақ тілінде бірден үйреніп кетпейді, себебі көшедегі барлығы орыс тілінде жүр. Балаларымыздың барлығы қазақ тілі мектебіне барғанның өзінде көшеде орысша сөйлейді. Әлеуметтік желіде ойындардың барлығы орысша, YouTube-тың барлығы орысша. Біз бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ тілін әдемілеп көрсетіп, сүйкімін келтіретін бағдарламалардың барлығы жоқтың қасы. Мысалы, белгілі мемлекет бағдарламалар өте төмен деңгейде нәтижелері. Сондықтан бұл кешенді мәселеде тек қана бір баппен алып тастаймыз десек, мысалы, бұл үлкен, шын айтқан кезде мәселелердің алдын алмай қалуымыз мүмкін да. Жағдайды ушықтырады дейсіз ғой. Осы жерде, орыстың бір жақсы журналистің сөзі бар. Соңғы аргументтің таусылған кезде тіл мәселесін көтер дейді да. Сондықтан оған дейінгі мәселенің барлығын шеше алмай келген кезде тек енді соңғы тілге басым бөліп кетсек, негізгі ата заңның өзгерістеріне үлкен мән бере алмай қаламыз да. Мысалы, қоғам, қарапайым қоғам, халық тек қана ата заңдағы тіл мәселесіне шектеліп қалуы мүмкін да. Барлық мәселе шешілгенде тек қана тіл мәселесі сияқты қаралуы мүмкін да. Міне осы тұрғыдан мен айтқан боламын. Яғни тіл мәселесінен де басқа Конституцияда енгізілетін түзетулер жайында жалғастырсақ, партияларды тіркеу қазір енді едәуір жеңілдеген соң, қазір саяси ұйым құруға ұмтылып жатқандар өте көп. Сіз жұрт неге сонша жанталасып жатыр деп жаздыңыз. Әлі күнге дейін жеке мандатпен өту мүмкіндігін түсінбей жатқандар бар. Енді мен бұл жерде айтпағым былай еді. Саяси ұйымдар негізгі мүмкіндіктерін қазір президенттің өзі мүмкіндік беріп отыр. Саяси монополияны тежеп, өзі партиядан кетіп, барлық партияларға тең мүмкіндіктер жасап отыр саяси бәсекелесуге. Екіншіден, бұл саяси партиялардың көптігінен біздің қоғам зардап шекпейді. Мысалы, былтырғы Қырғызстандағы парламент сайлауында 21 партия түскен екен, соның 6-ы мысалы жоғары кеңеске кірді. Бұл өте демократиялық көзқарастың әр алуандығын көрсетеді, бағдарламалардың әр алуандығын.
Бірақ мен бір түсінбейтінім, осы сайлау науқанында партияны мен құрам, мен ашам деген даурықтырып, жұрттың өзіне көңіл аударатын хайптардан түсінбеймін да, қазіргі тілмен айтқан кезде. Мысалы, егер шын ұлттық деңгейде кеңістіктегі саясатты өзгертем десе, жергілікті деңгейдегі мәселелер шешем десе, ондай партия құрғыштар мысалы арнайы бағдарламасын жасап, арнайы өзінің тобын жинақтап, ол теорияда қозғалыстар болып құрылады, одан кейін партия болып арнайы жарғыларын жасап, уставын құрып, яғни жарнасын жасап сөйтіп жұмыс істейді. Бұл партиялық мектептен өзім кезінде өткендіктен тәжірибем болғандықтан айтамын. Ал қазіргі уақытта партия құрудың өзінде ол тек қана әлеуметтік желіде міне мен құрамын деген сөзбен шектелмейді. Ол деген қаншама қыруар ақша, қаншама қазір 14 аймақ 3 қала болса, енді 3 облыс тағы да қосылғанда 20 аймақ болады. 20 филиалда сіз өзіңіздің мысалы өкілдеріңіз болу керек. Филиалдарды ұстайтын кеңселер болу керек, оның үлкен қаржылық көмегі болу керек, және сайлауға түскенде үлкен қаржылық тобы болу керек. Яғни бұның барлығы қыруар жұмыс. Яғни бұл көрінген көк аттының мысалы партияны құра саламын деген сөз емес. Бұл ойыншық емес та, сондықтан осы ойыңызды жалғай кетейікші. Бұрын мысалы партияны тіркеу үшін 20 мың мүшесі болса, қазір оны 5 мыңға түсірді. Бірақ құрылтайға әр аймақтан бас аяғы 700 адам жинау керек деген шарт көптеген ынталы топтың жолын байлап отыр. Енді оларға қиынға соғып отқаннан кейін енді олар айтады, партияны тіркеу кезінде алалау болып жатыр. Тіпті тіркелген соң сол 10 шақты партияның ішінде биліктің бұрынғыдай биліктің мүддесін қорғайтын партиялар болуы мүмкін деген пікірлер бар. Жалпы осы еліміздегі партиялар арасындағы тең әділ бәсеке болу үшін саяси сауаттан бөлек тағы не керек деп ойлайсыз? Президент айтқан осы дербестік қашан болады біздің елде? Бұл жерде мынадай жағдай. Әрине бұл жерде құқықтық саяси сауаттылық қажет. Мысалы, конституциялық өзгерістер бойынша егер партияны құрушы бастамашы топ болса 700 адамға түсірген. Және партияның мүшелігін 5000 адамға дейін түсірген. Әрбір филиалда 200 адамға дейін мысалы түсірді. Мысалы бұл үлкен жеңілдіктер. Ал енді бұл жаңа құрылтай дегеніміз, құрылтай ол өкілдік әр аймақтың өзінің кеңестері. Ол қоғамдық кеңестер болады, ол жалғыз партия құрудағы емес, жалпы өзінің әртүрлі бағыттағы ол жүре құрылатын дүние. Бірақ осы өзгерістердің ішінде бар ол құрылтайлардың қайттан жасақталуы жерлерден. Бұл әртүрлі мәселелер шешуге арнайы құрылтайлар болуы мүмкін. Сондықтан жалпы партияның өзінде бұл бастамаларда егер заңның аясында тиісті құжаттарды өткізіп, тиісті өзінің нақты мүшелерін көрсетіп жасайтын болса, ол партияны құра салу оңай. Мысалы, үкіметтік емес ұйымдарды біз кезінде өзіміз құрдық. Ол белгілі бір әділет министрлігінің өзінің талаптарын орындаған жағдайда жарнасын жасағаныңыз, жарғысын жасасаңыз да, әртүрлі өзінің мүмкіндіктерін көрсетсеңіз, мысалы қоғам бірлестік болып құрылады саяси партиялар. Соның заңдарына, талабына жауап беретін жүрсеңіз, бұл жерде саяси заңгерлер қажет әрқашан құрған кезде. Сондықтан дұрыс сауатты мамандармен жұмыс істеу керек бұл жерлерде. Алалау болып жатыр, шектеу жатыр деген меніңше бұл бос даурық бар ме дейсіз ғой? Сондай болатын болса, оның барлығын көрсету керек, жариялау керек. Жауапты адамдар жауап беру керек ондай жағдайда. Зағипа ханым, 30 жыл бойы енді авторитарлы мемлекетте өмір сүргеннен кейін халық саяси өзгерістерге сенбейді. Күдік пен үрей, жалтақтық та жоқ емес. Сол конституцияға енгізілетін түзетулерді түсіндіру үшін қазір депутаттар елді аралап ауылдарда жүр ғой, бірақ соның өзінде жарытып ештеме айтып жатқан жоқ сияқты. Бұл тұрғыда сол ақпараттық насихат жұмыстары сол баяғы науқаншылдықпен жаңағы адамдарды жинап алып, күлтөбенің басында күнде жиын деп, түзетулерді нақты бұлай тәппіштеп түсіндіріп жатқан жоқ сияқты. Иә, солай. Енді мен кеше бір не алдым, андай кітапша. Ішінде бір 5 қана референдумға өзгеріс енгізілетін 5 қана нені кіргізген, конституцияға жаңа енгізілетін түзетулерді. Бірақ оның ішіне ештеңені ашып өтпеген. Осы жағы шынымен де әлде халықтың жаңағы несі керек пе екен? Требование дейді ғой жаңа. Талаптары. Ұсыныс жасап, қайта-қайта, иә.
қазір осы жағы қатты көмескі болып тұр, көмескі. Тағы да алдап өйтіп бүйтіп референдум өтті, міне халық сіздердің айтқандарыңыз болды деп, анау болды, мынау болды деп өткізіп жіберіп, тағы да ұрынып қалмаймыз ба, алданып қалмаймыз ба деген күдік шынымен де ой тұр біздің санамызда. Әрине енді осы референдумнан үлкен үміт күтеміз енді жастар. Себебі енді бұрын енді кеңес үкіметінің дәуірі болса, қазір енді 30 жыл өтті ғой, ол дәуірден өттік. Қазір жаңа Қазақстанды құрамыз деп жатырмыз. Не болса да біздің қазақ халқының азаматтары, мына жүректерінде иманы бар, мынау халқын сүйетін, жерін сүйетін, ұлтын сүйетін азаматтар жұмыс істеу керек, енді тірілу керек, ояну керек, халықты ояту керек. Енді ұйықтап болдық қой, енді ұйықтап, ұйқыдан оянатын уақыт келді енді. Сол біздегі жүрегіміздегі күдік, сол ұяламаса екен деген бір шын мәнісінде уайымымыз бар. Бұл жалғыз менің уайым емес, бұл халықтың уайымы, әрбір осы қазақ халқының уайымы. Енді мен де кез келген адамдардан сұрайын, қандай 55, мен естуімше 55 заңды жаңағы өзгерістер енгізіліп жатыр. Бірақ 55-ні біз әлі ашып оққан жоқпыз, ашып көрген жоқпыз, оның әлі мән мағынасымен танысқан жоқпыз. Бірақ 5 маусым болып қалды. Бірақ енді көкейдегі жүрген осы ұсыныс еді, осы 93 жылғы жаңа конституцияда бар, осы қазақ халқы, мысалы Қырғыз республикасы өзінің қырғыз елі деген статусын алды. Қырғызстанский емес, қазір олар Қырғызстан емес, олар қырғыз елі деп атақтарын алды өздерінің. Біз қырғыз халқынан қай жеріміз кем, артық болмасақ. Біз енді қорқыныштан, үрейден арылатын уақыт болды, ешкімге жалтақтамай-ақ, жаутаңдамай-ақ, нақты сондай бір жігерлі қадам бастауымыз керек деп мен есептеймін, солай деп ойлаймын. Мақсат мырза, сіз не дейсіз осы пікірге? Жалпы бізде бір 10 жылдықтың соңғы әдеті бар. Президент жолдау жарияласа, бүткіл депутаттық корпус айдап барып насихаттап кететіндігі. Меніңше бұл дұрыс емес та, оны мен қаншама бақ өкілдеріне де айтып жүрмін. Жалпы депутаттар өздерінің тікелей заң шығарушы міндеттерімен айналысу керек. Басқа саяси партиялар, үкіметтік емес ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары бар, түрлі қайраткерлер бар, саясаткерлер бар. Ақыры 16 миллиард референдумда жұмсайтын болса, соның ішінде 4,5 миллиард үгіт насихатқа жұмсайды, түсіндірме жұмыстарына. Бөліп берсін, жергілікті жерлерде бәрі жұмыс істесін, хабарласын, айтсын, мысалы, апайымыз білмеймін дейді да. Мен жаңа айтып отқан кезде бірден Google-ға кірдім, тере салдым, ата заңға енгізетін өзгерістер. Бірден Айқын газеті, Информ газеті, бүткіл ресми сайттардың барлығында шыға кетіп қазақшасы. Енді түйеге жантақ керек болса, мойын созат дейді ғой, ешкім келіп аузыңға әкеп салып бермейді. Мынау демократия, жұтып қой, жеп қой деп. Өзіміз де ізденуіміз керек та бұл жерде. Өзіміз де ізденіп, оқып, түсініп, соған барып талқылауымыз керек. Сондықтан барынша меніңше, егер ақпарат жетпей жатса, бүткіл әлеуметтік желі қазір 90 жылымыз барлығында сайрап тұр ол өзгерістер, толқулар, мына жақта мысалы сайттарда бар, әр жерде тұр. Немесе болмаса жергілікті саясат басқармаларында барлығында бар. Қазір түсіндірме жұмыстар жүргізіліп жатыр да, бірақ қысқа уақыт, қысқа мерзім, осының барлығын толыққанды танысуға әлде болса мүмкіндік бермей жатқан жай бар. Енді шын айтқанда біз күтіп отыратында уақытымыз жоқ, өйткені кешегі түрлі қиындықтардан өттік, көрдік. Қазір бізге тез өзгерістер қажет болып тұрғанда сол. Енді тағы да бір нәрсені айтқым келіп тұр. Мына ата заң деген нәрсе қазір шариғат Құран кәрімде қатып қалған дүние емес. Елдің мүддесінде ертеңгі күнде осы референдумнан кейін өзгерістер, көптеген өзгерістер енгеннен кейін де әлі талай алдымызда өзгерістер болады. Тек елдің мүддесінде қажетті баптар өзгеріс болатын болса, оны әлдеқайда өзгерте береміз. Себебі парламентке бізге сапасы бар, сапалы парламент, партиялар керек, қайраткерлер керек, депутаттар, саясаткерлер керек, халықтың сөзін сөйлейтін. Сол кезде әлі талай өзгерістер келеді конституцияға. Біз әлі де болса мынау айтқан кезде бір ертең референдумнан кейін бәрі өзгеріп қалатындай болып көрінеді да, жоқ, өзгертетін өзіміз өткен. Өзіміз сол партияларды сайлаймыз, өзіміз сол депутаттарды сайлаймыз, өзіміз сол билікті сайлаймыз, өзіміз мына өзгертулер арқылы көп мәселені жергілікті жерде шешеміз. Сондықтан әрі қарай өзгертетін өзіміз саясатта араласуымыз керек.
өзіміз сөйлеуіміз керек. Қайраткерлерді сайласақ, ертең конституциялық өзгерістермен барған, жеке мандатпен барғандарды. Айналайын, сен неге істемей отырсың? Айттың ғой деп, уәде бердің ғой деп, олар қайтара алатын құқыққа ие боламыз мысалы. Сондықтан әр нәрсені айтқан кезде Америкадан басқа біреу ешқашан демократия орнатып бермейді. Бәріміз өзіміз орнатамыз. Қырғыз бауырларымыз да өздері орнатты ғой былтыр, сол референдум арқылы түрлі саяси мысалы бағыттарын дұрыстап алып. Сол сияқты біз де дұрыстаймыз. Қазір сол мүмкіндіктер келіп тұр. Облыс әкімдерін тағайындауға байланысты осы жерде айта кетейікші, сайлау тақырыбын жалғастыру үшін. Жалпы екі кандидатты президент өзі ұсынады, мәслихат оның ішінен біреуін таңдап алу керек. Ал аудан мен ауыл әкімдерін тағайындай алмайды. Бұл жергілікті билік жүйесіне қандай серпін, қалай әсер етеді? Бұл сайлауға жата ма деген сияқты сұрақтар халықтың көкейінде өте көп. Енді бұлай логикамен талқылайды да, бұл жерде бұл талқылау керек көп нәрсені. Мысалы, жаңа өзгерістермен президент бұрын облыс әкімін алып келген кезде мәслихат жинап алады да, осы кандидатқа қаласаң да, қаламасаң да дауыс бересің дейді. Ал қазіргі өзгерістер бойынша келе жатқан облыстың барлық мәслихат мүшелері жинап алады. Ал ол мәслихат мүшелерін біз өзіміз сайлаймыз. Ол жерде 50%-мен жеке мандатпен барады, мажоритарлық жүйемен және партиялық жүйемен барады. Сондықтан біз өзіміз сайлаған халық өкілдері арқылы ертең президент екі немесе одан да көп кандидаттарды алып келген уақытта облысқа. Сонда біз айналайын, сен кімді сайладың деп сұрай аламыз өзіміздің депутаттарымыздан, мажоритарлық жүйемен барған, партиялық жүйемен барғандардан. Сонда ол егер сол есі дұрыс депутаттар келген кезде, сол облыс мәслихаттарға, аудандық мәслихаттарға, қалалық мәслихаттарға, сонда олар айта бастайды президенттің алып келген кандидаттарына. Бұл балам, бұл мысалы кандидат ешқандай осы жердің тумасы емес. Бұл жергілікті мәселені шеше алмайтын, көзқарасы жоқ, болашақпен бір жақта оқып келген, тәжірибесі жоқ адамға біз неге дауыс беруіміз керек? Одан шыққан тәжірибесі бар, кезінде мысалы тумасы бар, осы кандидат тұр. Біз соған дауыс берейік деген таңдау мүмкіндігі болады. Сайлау мүмкіндігі болады мәслихаттардың. Сол кезде президент осы мәслихаттар сайлаған кандидатты бекітіп кетеді. Бітті. Және де президент тағы да қандай құзыреті жойылып отыр. Бұл жерде облыстың әкімі болсын, мәслихаттың шешімдері болсын, ол актілердің барлығын жоюға мүмкіндігі болмайды президенттің. Яғни біз өз қотырымызды өзіміз қасимыз деген сөз, мәслихаттар. Аудандар өзін-өзін басқару. Әр аймақ өз мәселесін шешеді. Керек десеңіз дербес бюджет мәселесін өзі шешеді. Мысалы, асфальт жасалмай жатыр, мына жерде мысалы қарық қазылмай жатыр деп отырмайды ол қазірдегідей. Біз министрлікке тапсырыс беріп қойдық, келесі жылдық бюджетке енгізсе, олар бекітсе, біз содан кейін қаржы аламыз деп, мысалы ауыз толтырып отырмайды да. Жоқ, жергілікті бюджеттен сол мәслихат бюджеттен мәселені шешіп, дер кезінде шешіп отырады. Сонда сұрауды біз президенттен, Астанадан сұрамаймыз. Біз жергілікті мәслихаттан, жергілікті әкімнен сұраймыз. Міне, сайлау принципі осы жерде бұзылмай тұр. Зағипа ханым, ой қосасыз ба? Бұл өзгеріске қандай ой қосасыз? Жалпы енді біз, мен ел аралап, жер аралап жүргеннен кейін, мысалы мен білем, мысалы Түркия мемлекетінде екі әкім сайланады. Біреуі президенттің өзінің сайлаған әкімі болса, екінші халық арасынан шыққан әкім. Мысалы, халық арасынан шыққан әкім, ол халық сайлағандықтан ол 5 жыл отырады, өзінің халық үшін, ел үшін қызмет жасайды. Ал президент сайлаған әкім, мысалы, ол 1 жыл отыра ма, 1 күн отыра ма, 1 ай отыра ма, 10 жыл отыра ма, ол президенттің құзырындағы дүниелер. Сол сияқты енді бізге де осындай айтады ғой, азаматтық, бізге өте керек азаматтық сайлау, мынау халықтың арасынан шыққан азаматтарды сайлау бізге өте қажет. Сондықтан да бұл жерде сіз айтып өткендей айтып жатырсыз ғой, аудан мәслихаттарынан сайланады деп. Жаңағы айтып өткендей, мемлекеттік және халықтың арасынан шыққан екі әкім сайланса, бұлар өте құба-құп болар еді. Онда жұмыс көрінеді, не істеп жатыр, не қойып жатыр. Мысалы, халықтың арасынан жасап жатқан әкімдер не істеп жатыр,
үкіметтен сайланған әкімдер не істеп жатыр. Үлкен өзгеріс керек енді біздің осы референдумға қатысты конституцияға, ата заңымызға қосатын, оны түзететін мынау түзетулерді халыққа бір ашықтап бір айтатын адам болса, қазір бәрі ішінде сыртқа көп нәрсені шығармайды. Осылай. Тағы бір сұрақ, адам құқы жөніндегі уәкілдің мәртебесі мен міндеті қандай болады? Конституциялық сот пен бұрынғы конституциялық кеңестің енді қазіргі айырмашылығы қандай? Оған жеке адамдар жүгіне ала ма деген сияқты халықтың көкейінде сұрақтар бар. Мақсат мырза? Енді конституциялық сот, мысалы, конституциялық кеңесті ауыстырады. Бұрын конституциялық кеңес бұл саяси орган болатын. Бұған экс-президенттер кіретін құрамына. Ол президент бекітілетін барлығы. Былайша айтқан кезде бір билік өз бәрін шеше береді. Бұл авторитар режимнің мысалы билік сондай болды. Суперпрезиденттік құзыретте осындай дүниені жасады. Ал енді біз осының барлығын өзгертіп, толығымен жаңа өзгерістермен конституциялық сотты анықтап отыр. Конституциялық сот нені анықтайды? Бұл ең алдымен әрбір төменгі сот инстанцияларында өзінің конституциялық құқығын мысалы баға ала алмай жүрген, өзінің конституциялық құқығын бұзылып жүрген азаматтар осы ең жоғарғы қадағалаушы орган конституциялық сотта жүгіне алады. Сол кезде конституциялық сот адам құқығы осы конституцияға сәйкес емес бұзылған туралы бағасын береді. Сонда азаматтың соңғы тіреушісі конституция болады да. Менің конституциялық құқықтарым бұзылды деген кез келген азамат мысалы өзінің адам құқықтары жөнінен уәкіл арқылы да, прокуратура арқылы да бұл конституцияға өзгерістер еніп отыр. Және конституция сотқа толығымен мысалы жүгіне алып, өзінің құқықтарын қорғалуына мысалы тіреушісі бола алатын мүмкіндік алады. Оны мысалы кешегі қаңтар оқиғасынан кейін де көп адам құқықтарын қалай бұзылған туралы мысалы шырылдаған неше түрлі дүниелер болды да. Осының барлығын алдын алады. Жаңа адам құқықтары өкілі мысалы, ол мысалы кез келген жағдайда оның қызметіне де ешкім кедергі жасай алмайды. Ол тек конституциялық мысалы өзінің құқығы бар, және сонымен ғана жұмыс істей алады. Ешкімге мысалы ол тәуелсіз жұмыс істеп, ешкімге мысалы есеп беріп жүрмейді. Кез келген жерде адамның құқығы қалай бұзылды, оған сол жауап береді. Және де осы конституциялық сотты мысалы президент өзі бұрындағыда кеңес сияқты бекіте бермейді. Ол жерде қос палата өзі 6 мүшесін анықтайды, президент 4 мүшесін ұсынады. Және төрағасын онда сенат арқылы мысалы келісіммен бекітеді. Яғни бұл жерде құзыреттердің бөлінісі, биліктік бөлінісі анықталып тұр. Бұл дегеніміз не? Мысалы жаңа Зағипа апайдың сөзінен көп және түсініп отыр, бұл заңдылықта. Осы уақытқа шейін билік пен халықтың арасындағы сенім ажырап кетті. Кез келген осындай өзгерістерге біз шын айтқанда скептикалық көзқараспен қараймыз да, күмәнмен қараймыз. Ой, баяғыдай болады ғой деген сияқты. Ол дұрыс та. Сондықтан конституциялық өзгерістер осы тек қана билік деген президенттің билігі емес қой. Билік деген конституция бойынша заң шығарушы билік, атқарушы билік, сот билігі. Осы биліктерге халықтың, азаматтардың көзқарасының сенімін қайтадан нығайту үшін жасалатын өзгерістер. Бұл әлде де талай рет өзгерістер болады. Жаңа Түркияның стилінде айтып отыр, мысал келтіріп, Зағипа апайымыз. Әкімдерге қатысты. Мысалы қырғыздар мысалы қазір сайланбалы әкімдердің бәрін алып тастады да суперпрезиденттікке өтіп алды былтырғы референдум арқылы. Өйткені оларға уақыттың сұранысы сондай болып тұрды. Ал біздің қазір қоғамның сұранысы керісінше биліктің барлығын құзыреттерді халыққа, халықтың өкілдеріне бөліп беру, және сол арқылы қайтадан билік пен халықтың арасында көпірді орнату. Сол кезде ғана біздің алдағы кейінгі экономикалық реформаларымыз бар да соған байланысты. Халық билікті қолдамай, билік халықты қолдамай, ешқашанда біз өнбейміз, гүлденбейміз. Міне осыны біз түсінетін уақытымыз жетті, және осы референдум арқылы конституциялық өзгерістерді біз қолдауымыз қажет. Алдағы уақытта да қалай өзгерістер болады? Елге қажетті өзгерістер болады. Алдағы уақытта түрлі идеялар, неге парламент үкімет жасақтамайды деген сияқты. Яғни бұның біртіндеп болады. Халық айтады ғой енді, діншіл болу әсте-әсте дейді. Саясатта да сол. Ақырында біз қимылдауымыз керек, ойланып. Бірақ қазіргі адам дұрыс. Абай айтады, сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзел дейді. Қазіргі саясат түзелген уақытта, сайлаушы да осыған ығына қарай өзінің үлесін қосу арқылы
түзеліп қолдап әрі қарай да соны өзгертуге атсалысып отыру қажет. Бар айтарым осы. Енді сайлауға санаулы ғана күндер қалды ғой. Мақсат мырза, сіздің позицияңыз түсінікті. Ал Зағипа ханым, сіз сайлауға барасыз ба, референдумға? Иә, Алла қаласа барам. Мен бұл мемлекетте болмаймын, Қазақстанда, Түркияда болам. Алла қаласа сол консулдықта дауыс беруге солай ниеттеніп отырмын. Рахмет, өзіңіздің азаматтық ұстанымыңызды, таңдауыңызды жасайым деген пікіріңіздің өзі бізді қуантып отыр. Әйтпесе мүмкіншіліктен біз айырылып қалмауымыз керек, мүмкіншілікті пайдалануымыз керек деп есептеймін. Жалпы енді кеңес дәуірімен қазіргі жаңа Қазақстандағы өсіп келе жатқан жастардың көзқарасы мүлдем басқаша. Қазіргі жастар мынау кеңес дәуірінен бөлек тәуелсіздік алған жастарды көрсем, тәуелсіздік алғаннан кейін туылған жастар, мүлдем қорқыныш деген, үрей деген нәрсе оларда жоқ. Сол мені қуантады. Себебі қорқыныш болмаған кезде, үрей болмаған жағдайда біздің Қазақстанымыз дамиды. Аллаға шүкір, енді бәрін мынау айтады ғой, өзі аққа құдай жақ деп. Осы біздің қазақ халқының кең пейіліне ма, жүрегінің тазалығына ма, өзі Алла тағала өзі ептеп шешіп беріп жатыр. Жолымызды, күрмеуімізді шешіп жатыр, өзінен өзі шешіліп жатыр. Сондықтан да енді бұны әрі қарай енді өзіміздің мынау ерінбей, еңбек етіп, енді ары қарай жұмыс жасауымыз керек енді, ары қарай. Рахмет, спикерлер, бізге уақыт бөлгендеріңізге рахмет. Қатысып, сондай айтады ғой жаңағы, активный деп айтады ғой, қазақша айтқанда қалай? Белсенді. Иә, белсенді атсалысуымыз керек баршамыз. Жақсы, дұрыс айтасыз. Жақсы, спикерлер, бізге уақыт бөліп, Түркістан телеарнасының көрермендері үшін сүбелі сұхбат болды деп ойлаймын. Референдумды бүгінгі хабар арқылы оның мән-маңызын көрермендер жете түсіне білді деп ойлаймын. Сондықтан да сіздерге көп рахмет. Қадірменді көрермен, бүгінге осы жаңа Қазақстанды бірге құрайық.